Армыз құрметті көрермен, Қазспорт телеарнасында Қазақстан Премьер Лигасының 14-ші туры орталық матч. Және бұл Шымкент қаласының Қажымхан Мұхайтпасов атындағы стадионы. Дәл қазір осы жерде стадионның астындағы трибунаның астында екі команда, екі мықты ұжым дәл қазіргі таңдағы көшбасшы болуға жарап тұрған командалардың бірі Алматының Қайраты. Шымкент қаласына қонаққа келді. Алаң иелері де мықты команда. Ойыншылар көзбен түгендеді, қолын көтерді, ысқырық алды, ойын басталды. Дастан Сатпаев дәл қазір қақпа алдында соққы және сәл ғана мүмкіндік болмады, бірақ дегенмен енді Дастан Сатпаев өте белсенді, жас болса да қазір міне қақпаның алдында әккі қорғаушылардың өзін қапыда қалдыруға сәл қалды. Бұл жерде ордабасының қорғаушылары Ұлар Жақсыбаев не көрсетілді. Жүндегі дөп-дөптен алында ордабасының шабуылы, қақпаға соққы. Бірақ Жол Паулина Мария Фернандес Заруцкий қорғаған қақпадан саңылау таба алмады, бірақ өте жақсы жүйелі шабуылды ұйымдастырып келеді. Андре Мартиннің қолтаңбасы көрінеді. Әрине Мартин өте тәжірибелі және көпті көрген әккі ойыншылардың сапасы жағынан. Ал енді тағы да мүмкіндік, бірақ бұл жерде қорғаушылар тағы да кедергі болды. Өте жылдам шабуылды. Бұл жерде енді ордабасы қорғаушылары бұл жағдайды жақсы меңгеріп алған секілді. Ал бұл жерде қазір Жоржиньо гол! Бұл гол есепке алынама. Әрине Бехан Шайзаданың эмоциясына қарасақ, бұл офсайд деген секілді. Бірақ бізге басқа ракурстан көрінді. Дегенмен Қайрат маңызды голды соқты. Ешқандай да офсайд жоқ. Ешқандай да тап-таза, мұнтаздай мөлдір гол. Осылайша міне Жоржиньо Габриэл, Да Коста Монтейро жанкүйерлерге деген құрметсіздік деген секілді. Бірақ дегенмен енді қазір алаңда Қайрат командасының жанкүйерлерін көрдік. Демек барлығы оңынан шешілген секілді. Бірақ қақпаға соққы, сәл ғана қисық. Громыко бұл жерде Бехан Шайзада қорғаған қақпадан мүлт кетіп отыр. Ал бұл ғаламат пасты берген. Бұл жерде Громыко пас берген. Жоржиньо екінші голын соғуға асыққан. Валерий Громыко, Валерий дереу алға қарай, Дастан Сатпаев, әлде Жоржиньо қақпа қарай. Жоқ. Сол аяқпен ыңғайсыз болды. Әйтпесе Валерий Громыко мен Жоржиньо бүгінгі түсіністері өте керемет. Громыко допты алдыма дереу алға қарай асырады. Мұндай футболшылардың Қазақстан чемпионатында болғаны бір үлкен олжа. Доп ортада, бәлкім алыстан тек көрер. Тым биік күшті. Мұратжан Қалматовтың соққысы. Ордабасы конференция лигасының бірінші іріктеу кезең аясында Грузияның Кутейси қаласының командасы Торпедомен кездеседі. Бірінші ойын 10-шы шілдеге жоспарланған керек. Жазырған пас, қақпаға соққы, Заруцкий. Соққы әлсіз болды, әйтпесе пас әдемі келген еді. Александр Лавровский үшін ешқандай да бір қиындық тудырған жоқ. Эвертон Мораес. Мартиновичтің және тағы да мүмкіндік. Соққы Сұлтанбек Астановтың бұл пасы болатын, бірақ ары қарай оның голға айналдыратын. Шалқалап тұрып тепті. Қазір енді ордабасы қарсы шабуыл, соққы! Өте жойқын. Мұратжан Қалматов ұлттық құраманың күні кеше сапында өнер көрсеткен ойыншы. Заруцкий қорғаған қақпадан. Сол қаптал арқылы
Ешқандай да офсайд жоқ. Айбаланы қарай асыру керек. Пасты қақпаға соққы. Сол аяқпен допты сүйретіп әкелді. Оң аяғына лайықтады да қақпаға тура тапқан Эвертон Моралес. Барын салып жүр бүгін Эвертон. Бұл жолды дәл тоғыздықты көздеді. Зароцкий допқа бар шатылды. Секірді. Қайрат командасына аутталып беруі және алға қарай пас Эдмилсон жалғыз өзі. Громыко бұл жерде қақпаға соққы. Бекхан Шайзада. Тағы да Бекхан Шайзада. Өз қақпасын голдан аман алып қалды. Қақпашымен жеке дараға шыққан Громыко. Өте сенімді өнер көрсетті. Жылдам шабуыл басталады және Дастан Сатпаев жеке дара қазір қақпашыға қарсы өнер көрсетуі мүмкін, бірақ бұл жерде 4-1-де қорғаушы қайтып үлгерді және бұрыштама. Қысқа пас арқылы өрбітті. Ал бұл жерде сары қағаз көрсетеді. Глейзер осылайша қажеті жоқ сәтте. Ал бұл жерде Глейзер қызыл қағаз, осыған дейін 47-ші минутта сары қағаз алған болатын. Енді міне жоқ жерден тағы бір сары қағаз алып отыр. Бұл да бір күтпеген жағдай. Қазір Қазақстан Премьер-лигасы маусымның бел ортасына келдік. Бел ортасы осындай қызыққа толы. Қайсар ойыншысы қызыл қағаз алған екен. Өркен Махан. Төреші var. Var қарауда. Бұл жерде қазір тағы да сары қызыл қағаз бола ма? Тобықтан басып кеткен секілді. Эдмилсон дебюттік ойында қызыл қағаз алып алаңнан қуатын болса, онда қиын. 2-1-де ойыншы алаңнан кетсе, қазір Қайраттың жағдайы мүшкіл. Сонымен төрешінің шешімі қызыл қағаз. Қызыл қағаз Эдмилсонға. Мәссаған. Міне қызық. Ойынға екінші таймда шықты. Дебюттік ойынын өткізді. Өзін көрсетуге мүмкіндік берді. Алайда қызыл қағаз алып алаңнан қуылды. Себебі алда Чемпиондар лигасы. Одан кейін екі бағытта да, яғни екі қапталда да ойнауға тура келеді. Чемпиондар лигасында ұмыт қалдырмайды. Ішкі біріншілікті де назардан тыс қалдырмау керек. Осының барлығын жағдайын жасау керек. Тобыл өкшелеп келеді. Ақтөбе бүгін жеңіске жетті. Келесі ойындарында Қайратқа да оңай болмайды. Қымбатты көрермен, бізге берілген уақыт аяқталды. Матч комментаторлары мен Айбек Намазбаев және әріптесім Азиз Жұмаділ. Жеңісті күндерде жүздескенше аман сау болыңыздар.